Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен бастауыш сынып мұғалімі Алибек Диана Түсіпбайқызымын. Балалар, көңіл-күйлерің қалай? Жарайсыңдар, жақсы. Ендеше балалар, күннің нұрын алақанға салайық, жүрегімізге басайық, алақаным жып-жылы, мейірімімізді жан-жағымызға шашайық. Балалар, осылай көңіл-күйлерің тамаша. Енді сабағымызды бастайық. Математика пәнінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есепті модельдеу, отбасы құндылықтары. Ал енді балалар, сабағымыздың мақсатымен танысайық. Қосу мен азайту, көбейту мен бөлу амалдары компоненттерінің атауларын, жақшалы өрнектерді оқу мен жазуда қолдану. Балалар, отбасы құндылықтары дегенді қалай түсінесіңдер? Отбасы құндылықтары бұл отбасы мүшелері арасындағы сыйластық, жауапкершілік және бір-біріне көмек көрсету. Отбасында әрбір адам маңызды рөл атқарады. Мысалы, ата-аналар балаларға тәрбие береді, ал балалар ата-аналарын құрметтейді. Отбасы құндылықтары балаларды қоғамда дұрыс өмір сүруге үйретеді. Есепті модельдеу дегенді қалай түсінеміз, балалар? Есепті модельдеу бұл нақты өмірдегі жағдайларды математикалық түрде көрсету әдісі. Мысалы, отбасы бюджеті немесе отбасы мүшелерінің уақыттарын бөлу сияқты мәселелерді шешуге болады. Есепті модельдеу арқылы біз күрделі мәселелерді оңай түсіну және шешу жолдарын табамыз. Енді балалар, оқулығымыздағы бірінші есепке назар аударайық. Сандарды өсу ретімен жазып, мақалды оқы. Өсу реті дегеніміз ең кішкентай саннан үлкенге қарай ретімен орналастыру. Оқулықтағы сандарды ретімен орналастырған кезде сіз біз деген жылы сөз ағайынға жарасар деген мақал шықты. Енді кему ретімен орналастырамыз. Кему реті дегеніміз ең үлкен саннан кіші санға қарай ретімен орналасу. Сандарды ретімен орналастырған кезде ананың ізін қыз басар, әкенің ізін ұл басар деген мақал шықты. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Екінші есепке назар аударайық. Анасы 200 теңгеден сүт, 420 теңгеге ірімшік, 345 теңгеге айран сатып алды. Анасы барлық сатып алған затқа қанша ақша төледі? Бұл есепте әрбір затқа жұмсалған ақшаларын қосып шығуымыз керек. Сонда анасы барлық сатып алынған затқа 965 теңге төледі. Есептің нұсқасы. Әкесі 9 теңгеден 5 дәптер және 400 теңгеге альбом сатып алды. Ол дүкеншіге 1000 теңге ұсынды. 5 дәптер, яғни 9 теңгеден 5-ті 9-ға көбейтеміз және альбом сатып алынды. Олай болса, альбомның бағасын қосамыз. Сонда 1000 теңгеден азайту керекпіз. 5-ке 9-ды көбейтсем 45 болады. Оған 400-ді қоссам 445 болады. Олай болса, 1000 теңгеден 445-ті алып тастаймыз. Сатушы 555 теңгені қайтару керек. Есептің жауабы 555 теңге қайтарды. Келесі үшінші есеп. Қысқаша жазылуын толықтырып, есеп құрастыр. Бірінші бүлдіргеннің жалпы салмағын анықтап алайық. 5 килограммнан 3 жәшікке көбейтіп аламыз. Қарақатты 4 килограммнан 2 жәшікке көбейтіп аламыз. 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 болады. 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8 болады. 15-ке 8-ді қосқанда 23.
яғни барлығы 23 килограмм болады. Енді төртінші есепке назар аударайық. Сатушы 9 сатып алушыға 3 килограммнан мандарин өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм мандарин өлшеді? Яғни 9-ды 3-ке көбейтеміз, 27. Сатушы барлығы 27 килограмм мандарин өлшеді. Ә нұсқасы 40 дана шар 5 қорапқа теңдей бөліп салынды. Әр қорапта қанша шар барын анықтауымыз керек. Ол үшін 40-ты 5-ке бөлеміз. Сонда балалар, әр қорапта неше шар? 8 шар болды. Өте дұрыс, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Келесі балалар 5-ші есепке назар аударайық. Өрнек құрып, оның мәнін тап. 219 санына 589 бен 130-дың айырмасын қос. 219-ды жазамызда жақшаның ішін орындаймыз. Сонда есептің шешімі 678-ге тең болады. Келесі 678 бен 98-дің қосындысынан 517-ні кеміт. 678-ге 98-ді қосқанда 776 болады. Одан 517-ні азайтқанда 259 болады. Келесі 900 санынан 859 бен 214 сандарының айырмасын азайт. 900 санын жазамызда жақшаның ішін орындаймыз. 859-дан 214-ті азайтқанда 645 болады. Есептің шешімі 255-ке тең. Төртіншісі 800 бен 218 сандарының айырмасын 326 мен 92 сандарының қосындысына арттыр. 800-ден 218-ді азайтқанда 582 болады. Оған 326 мен 92-ні қосындысын қосқан кезде 418 болады. Есептің шешімі 1000-ға тең болады. Келесі балалар, 6-шы есеп. Әрбір фигура қанша тор көзден тұрады? Бірінші фигураны санайық. Ол үшін бізге осындай тік төртбұрыш қажет болады. Сонда осы ең тиімді тәсілі болады. Оның ұзындығы бойынша тор көзді санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тор көз бар. Ені бойынша санайық. 1, 2, 3, 4 тор көз бар. 6-ны 4-ке көбейтсек, осы тор көздердің саны шығады. Енді боялмаған бөлігін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тор көз бар. Сонда 8-ді азайтып тастаймыз. 6-ны 4-ке көбейткенде 24 болады. 24-тен 8 алғанда 16 болады. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, енді 7-ші есепке назар аударайық. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. А нұсқасында 157 мен 130-дің айырмасын 3-ке бөлеміз. 157-тен 130-ды азайтқанда 27 болады. 27-ні 3-ке бөлгенде 9 шығады. Ә нұсқасында 5-ті 7-ге көбейтеміз да, одан 3 пен 8-дің көбейтіндісін азайтамыз. 5-ті 7-ге көбейткенде 35, 3-ті 8-ге көбейткенде 24. Есептің шешуі 11-ге тең болады. Б нұсқасы. 9-ды 5-ке көбейтеміз, оған 12 мен 2-нің бөліндісін қосамыз. 9-ды 5-ке көбейткенде 45, 12-ні 2-ге бөлгенде 6. Есептің шешімі 51-ге тең болады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызда өз-өздеріңді смайликтер арқылы бағалаңдар.
Сабаққа өте жақсы қатысқандарыңа алғысым шексіз. Сабақ аяқталды.